Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге керемет салаттардың бірімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды салаттардың бірі. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Ең алдымен картошкамызды жуып тазалап, осындай теркадан өткізетін боламыз. Өткізіп алған картошкамызды салқын сумен шайып, артық крахмалын кетіріп аламыз. Және де қызып тұрған майға салып, қуырып аламыз. Бірнеше бөлікке бөліп, аз-аздан сала отырып, қуырып аламыз қызарғанша. Алдын ала қайнатып, пісіріп алған тауықтың етін осылай бөліктерге бөліп тураймыз. Туралған тауық етін салат жинайтын тарелкамызға саламыз. Бір келкі етіп жайып шығамыз. Екі қызанақты соломка тәріздес етіп тураймыз. Қиярды да соломка тәріздес етіп турап аламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді және лайк, комментарий қалдыруды сұраймын. Екі сарымсақты осылай ұсақтап турап аламыз. Қайнатылған жұмыртқаны терканың ірі жағынан өткіземіз. Салатымызды жинаймыз, тауық етінің үстінен майонезді осылай сеуіп шығамыз. Оның үстінен қызанағымызды саламыз. Бәрін бір келкі етіп жайып аламыз. Тағы да майонезді жағып шығамыз. Чеснок, яғни сарымсағымызды әр жерінен сеуіп шығамыз. Және де қиярды үстінен бір келкі етіп орналастырамыз. Қиярдың үстінен де майонез жағып шығамыз. Теркадан өткізіп алған жұмыртқамызды бір келкі етіп жайып шығамыз. Оның үстінен тағы да майонез жағамыз. Және де 100 грамм қатты сырымызды теркадан өткізіп, барлық жеріне сеуіп шығамыз. Сырдың үстінен де майонез жағып шығамыз. Ең соңынан алдын ала дайындап қуырып алған картофель пайымызды барлық жағына тиетіндей етіп, бір келкі жайып шығамыз. Осымен салатымыз дайын. Мен тек қана қияр мен қызанақты қойып әсемдедім. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды тағы да сұраймын.